Бүгінгі бағдарлама азаттық жолында қазақ халқын қан қақсатқан Хиуа, Қоқан хандықтары мен Ресей отаршылдарына қарсы халық көтерілісін бастап, ерен ерлік көрсеткен Жанғожа Нұрмұхамедұлы туралы болмақ. Сонымен қатар бағдарлама барысында Жанғожа батыр Кенесары ханмен тізе қосып, Созақ қамалын қоқандықтардың қолынан азат етуге тікелей қалай ат салысқан туралы әңгіме қозғалмақ. Деректерге сүйенсек, орыс әкімдерінің өзі Жанғожаға аса сақтықпен қарағаны белгілі. Батырға жасауыл шені берілгенде заң бойынша ант беруге тиісті еді. Бірақ комендант батырды фортқа шақырып, артық мазалаудан қашып, діни сезіміне нұқсан келтіруден қорқып, ант беру салтанатын өткізе алмаған. Жанғожа Нұрмұхамедұлы. Азаттық деген асыл сөз. Бас билігінен айырылып, біреуге тәуелді болып жүрген әрбір жанның арманы. Бірақ соған жету қиын жол. Азат өмір сүруді көксемеген адам, халық, ел болмайды. Тарихи деректерге зер салсақ, еліміздің бас бостандығы, туған жерінің оты мен суының тұнығын жат жұртқа шайқалтпау үшін 300-ден астам ұлт азаттық көтеріліс бұрқ етіп, алапат қан төгілген шайқастар мен арпалыстар өткен. Шиеленісті, күрделі, қайшылықты кезеңдер әсіресе мынау 17, 18, 19 ғасырларда белең алды. Бізге белгілі 17-18 ғасырларда қазақ халқы өз билеушілерінің, билерінің, батырларының басқаруыменен мына жоңғар қалмақтарына қарсы ұлт азаттық күрестерін жүргізді. Ал енді 19 ғасырда осы ұлт азаттық күрестің жаңа кезеңі қалыптасты. Бұл кезең мына Хиуа, Қоқан хандықтарының және Ресей империясының Қазақстандағы отарлау саясатының басталуы, етек алуы. Сыр өңірінде Хиуа басқыншыларының, орыс отаршыларының озбырлық саясатына қарсы шығып, елінің елдігін сақтау үшін күрескен. Есімі ел жадынан өшпеген батырдың бірі Жанғожа Нұрмұхамедұлы бастаған халық көтерілісі. Бұл көтеріліске көпке дейін көңіл бөлінбей келгені белгілі. Кеңес өкіметі тұсында кеңестік тоталитарлық жүйе кезінде қазақ халқының ұлт азаттық көтерілістерін ашып көрсетуге, оқуға, зерттеп білуге тыйым салынды, шектеу қойылды. Оның да саяси мәні бар еді. Себебі бұл көтерілістердің көпшілігінің мәнін, маңызын, мазмұнын Ресей тарихшылары, идеологтары бұрмалады. Оларды патша өкіметінің отарлау саясатына қарсы емес, орысқа қарсы бағытталған деп өңін түрін айландырып жіберді. Жанғожа Нұрмұхамедұлы 1774 жылы қазіргі Қызылорда облысы Қазалы ауданы Арық-Бұлақ ауылында дүниеге келіп, 1860 жылы Қызылқұмда бақилық болған батыр. Жанғожаның шыққан тегі айтулы батырлар мен белгілі билердің әулеті. Арғатасы Киікбай да, түп нағашысы Есет Тархан да, өз әкесі Нұрмұхамед те сонау жоңғар шапқыншылығынан бастап, қазақ халқы басынан өткен небір сұрапыл шайқастарға қатысып, жұртымызға ерлігімен де, билігімен де еңбегі сіңген ерен тұлғалар. Жоңғар шапқыншылығынан кейін біздің оңтүстік Сырдария өңірін, Арал жақты, одан бергі оңтүстік өңірлі Шымкент өңірін, оның бер жағында мынау біздің Жетісудың оңтүстік жағын, сонымен бірге Қырғыз елін Қоқан хандығы басып алғаны мәлім. Қоқан хандығы бара-бара қазақ даласына еркін ары қарай ендеп кірді. Осы уақыттарда Хиуа хандығы да сол кездерде 19 ғасырдың басында бұлар да жаңағы Сыр өңіріне, Арал маңына жерлерді басып алу, сол жердегі халықты жаңағы өзіне бағындыру мәселесінде көп әрекеттерге барған. 18 ғасырдың соңғы жылдарында өткен Қазақ-Қарақалпақ қақтығыстары тұсында бар жоғы 17 жасында Хиуаның белгілі батырын жекпе-жекте өлтірген Жанғожа
содан кейінгі 70 жыл ғұмырында тұлпарынан түспей, азаттықтың киелі ақ туын қолынан түсірмей, қартайған жасында да қас жауларымен қандыгөз көкжалдай алысып, алыстан тоя тіздеген қыранша тұғырынан таймай фәниден өтті. Батыс Қазақстанда болған мысалы Махамбет пен Исатайдың көтерілісі, одан бер жағындағы Есет Көтібарұлының көтерілісі, оған жалғасып атқан Жанғожа Нұрмағамбетұлының мысалы көтерілісі, дәл сол кезде ұшқындап бүкіл қазақ даласын алып атқан Кенесары Наурызбай көтерілісі үлкен мән болды. Ұлт-азаттық көтерілістен кейінгі көтерілген үлкен көтерілістің бірі бұл Жанғожа батыр бастаған көтеріліс. Негіз болған нәрсе бұл жаңағы Хиуа хандығы мен Қоқан хандығының сол кезде келген қазақ еліне, соның ішінде әсіресе сыр бойының елдеріне, Арал маңындағы, жағалауларындағы елдерге шабуыл жасауы. Қазақстан 19 ғасырдың 20-40 жылдарында деген. Оны прогрессивтік, ұлт-азаттық көтерілісі деп көрсетсе, ал оға қарсы шыққан, оны бұрмалаған Ресей тарихшылары, идеологтары, Қазақстанның өзіндегі тарихшылар, Бекмахановтың айналасындағылар, бұл реакциялық, феодалдық көтеріліс болған, орысқа қарсы болған деп, оның өңін, түрін, мәнін айналдырып жіберді. Міне сөйтіп, Бекмахановқа қарсы науқан жүргізгенін білеміз. Жанғожа батыр 1841 жылдың шамасында Кенесары ханмен тізе қосып, атақты Созақ қамалын қоқандықтардың қолынан азат етуге тікелей атсалысты. Хан әскеріне 18 күн бойы алдырмаған бекіністі Кенесарының соңғы үміті Жанғожа бастаған батырлар атойлаған шабуылдармен шеп бұзып алады. Жанғожаның бір қасиеті бұл 17 жасында еді дейді. Сонда мысалы жаңа Тықы батырмен бірге Хиуада соғысқа, шайқас, жекпе-жекке шыққан. Осы 17 жасынан бастап 80-нен асқанға шағына дейін Жанғожа батыр жаумен шайқасқан. Бұл шын мәнінде өзі сол мысалы өзінің өңіріндегі қазақтардың, жалпы оңтүстіктегі қазақтардың тәуелсіздікке жалпы жаңағыдай басқыншыларға байланысты, мысалы Қоқанға басқыншыларына, әйтпесе Хиуа басқыншыларына, тіпті одан кейін Ресей отаршылдарының жаңағы негізгі солармен күреспен өткен. Бұдан кейін батыр мен ханның жолы екіге айырылды. Кенесары қырғызға, Жанғожа ырғызға дегендей. Бұл жолда батыр артында қалған панасыз сыр халқының қамын ойлады. Өйткені көне Жанкент жеріне қайта-қайта қамал салып, Қызылқұмдағы дәу қараның үстінен дүрбі салып, Хиуа сарбаздары жасауылдары тұрды. Осы кезде қазақ жерінде Ресей отарлау саясатына қарсы бірнеше көтерілістер жүріп жатты. Міне соның ең әйгілісі, белгілісі Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. 1837-47 жылдардың аралығындағы. Міне сонымен қатарлас келді. Және бір жағынан, екіншіден екеуінің арасында тығыз байланыс болды. Яғни белгілі бір кезеңде Кенесары менен Жанғожа батыры тіл табысып, бірігіп, одақтасып, қоқандықтарға, хиуалықтарға қарсы күресті, соғысты. 19 ғасырдың 20 жылдарынан бастап сыр бойы мен Арал теңізінің шығыс жағалауын қоныстанған қазақтарға өз үстемдігін жүргізе бастаған Хиуа, Қоқан хандықтары 1830-1840 жылдары жергілікті халыққа өктемдігін одан әрі күшейтті. 1841 жылы Кенесары оңтүстікте Қоқан хандығына қарсы күрес бастайды. Міне сөйтіп, жаңа қорған, Жүлек, содан кейін Созақ сияқты бекіністерді азат етеді. Міне сондай үлкен бір шайқастың бірі, Созақ бекінісін алу үшін болған шайқас. Міне осы шайқаста бізге келіп жеткен деректер бойынша жалпы 300-дің әскері қатысқан дейді. Кенесары әскерінің, Жанғожа батырдың әскерінің армиясының құрамында. Қоқандықтар шекара бекітіп, әкімшілік құрып, 1817 жылдан бастап салына бастаған бекіністерінен әркез жасақтар шығарып, бейбіт елді шауып,
алым салық жинап тұрды. Осындай зорлық зомбылықтан жапа шеккен қазақтар жастайынан әділдігімен, батырлығымен елге танымал болған Жанғожаның төңірегінде топтасты. Жарты ғасырдан астам ғұмыры осы шайқаспен өткен. Және осы шайқас үстінде қайтыс болған. Бұндай батырлар мысалы санаулы батырлардың бірі деп есептейміз. Осы Жанғожа туралы орыс зерттеушілері, орыс тарихшылары, әрбірден кейін орыстың жаңағы қолбасшылары оның қолбасшылық талантына, дарынына, батырлығына таң қалып, көп адамдар осы туралы жазған. Одан кейінгі замандарда біздің қазақ жазушылары, ғалымдары да осыған қалам тартқан, көптеген ақындар, жыршылар осы Жанғожа туралы үлкен жырлар дүниеге әкелген. Тонауға ұшыраған елін қорғауға Жанғожа 700 сарбазбен қарсы шығады. Құрамында 2000 әскері бар хиуалықтар жаңа қала бекінісінің төңірегіне шоғырланады. Жанғожаға Ресейдің Райым бекінісінің бастығы Ерофеев бастаған отряд келіп, хиуалықтарды талқандауға көмектеседі. Қазақстан аумағы, кең байтақ Қазақстан аумағының орасан зор стратегиялық маңызы болды. Міне сондықтан олардың бірінші кезекте қазақ жерлеріне, қазақ хандығының иеліктеріне назар аударуы, көз тігуі бұл заңды құбылыс еді. 18 ғасырдың басынан бастап қазақ жерлеріне әскери экспедициялар жібере бастады. Мысалы, анау Ертіс бойына Бухолес бастаған экспедиция. Кейіннен сол жерде Ертістің бойында Железинскі, Семей, Өскемен бекіністерінің негізін қалады. Орынбор шекаралық комиссиясының Сырдария жүйесі бойынша өкілі көмекшісі болып есептелетін Тілмаш Мұхаммед Хасан Ахмеров шабармандарын пара жинауға Жанғожа ауылына жұмсайды. Жанғожа оларды орыс заңында мұндай салық мүлде жоқ деп қуып жібереді. Осындай келеңсіз құбылыстарға ашуланған Жанғожа көтеріліске шығуға мәжбүр болады. Верныйдың өзін 54 жылы мисал салды. Бұл енді мисал ең шеті деп есептейді сол кезде. Мысалы, мынау Жетісу губерниясы, орталығы Верныйды сол кезде салды. Ал енді 60 жылдары ол түгел алып бітті деген сөз. Сол кезде жан жақтан жаңағы Ресей біздің жерлерді алып біткен. Соңғы күшін пайдалану батырдың. Жеңілетін біліп тұрып, соғыста қаншама мысалы 300-ден астам әскер, жаяу әскер, атты әскер, зеңбіректер, тағы сол сияқты от қарудың бәрі пайдаланылды. Менің ойымша ұрпақтардан есінде қалатын нәрсе, Жанғожаның есінде қалатын нәрсе, бұның ат үстінде өлу батыр. Көтерілістің кеңінен таралуы Орынбор генерал-губернаторы әкімшілігін қатты састырды. Оның бұйрығымен көтерілісті басу үшін Ақмешіттен генерал-майор Фитингов бастаған әскери топ жіберілді. Көтерілісшілермен шешуші шайқас 1857 жылы 9 қаңтарда Қазалыға жақын жердегі Арық балық мекенінде жүрді. Жанғожа сарбаздарының шабуылы сәтсіздікпен аяқталып, аман қалғандары бытырап тарап кетті. Ауыр жараланған Жанғожаны сарбаздар шайқас болған жерден алып шығып, қауіпсіз жерге жасырды. Ат үстінде өліп бара жатып, жеңілдім деп мойындамау. Сөйтіп, мысалы, арғы ұрпақтарға өзі үлгі қалып тастап кетеді. Мысалы, сөйде қашып кетуі де мүмкін еді. Жанғожаны. Әйтпесе кәртайдым деп ол жалпы сол соғысқа шықпауы да мүмкін. Бірақ халық үшін туған, халық үшін, халықтың жаңағы мұң-мұқтажы үшін күрескен адам, мысалы, соңғы деміне дейін, мысалы, соғысты. Міне осы әрекетті береді Жанғожаны. Оның халықтың есінде мәңгі сақталуға. Бұл тәуелсіздік үшін күрескен, мысалда біздің Қазақстанда болған 19 ғасырдағы ұлт-азаттық көтерілістердің ең ірісі деп айтуға болады. Көтерілістен кейін Жанғожаның өзі халықтан бөлініп, тек бидің қызметін атқарады. Кейін оны жаулары опасыздықпен өлтірді. Бірақ осыған қарамастан Жанғожа Нұрмұхамедұлы басқарған 1856-1857 жылдары болған Сырдария қазақтары көтерілісінің тарихи маңызы өте зор. Өйткені ол патша үкіметінің отарлау саясатына қарсы халық азаттық қозғалыс еді. Әскердің қарулары жаңағы сойыл, найза, айбалда, қылыш, садақ, тек аздаған ғана мылтықтар болған.
оның отты қаруы. Бірақ оның да қауқары төмен болды. Жанқожа менен мына орыс әскерінің шайқасы. Қазалы жаңа аймағында Арықбалық деген жерде, кәдімгі Жанқожаның өзінің туған жері. Мұны сол жерде үлкен шайқас болады. Осы Фетингов армиясы менен. Міне күш тең болмағандықтан, әрине, Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған әскери топ жеңіліске ұшырайды. Айтулы батырдың атына тәнті болған ресейлік тарихшы, зерттеуші Аничков сыр бойына келіп, Жанқожа батыр туралы деректер жинап, 1894 жылы Қазан қаласында қазақ батыры Жанқожа Нұрмұхамедұлы атты очерк жариялайды. Бұл шағын кітапшада ол Жанқожаның ішкі дүние танымы мен психологиялық жақтарын толық ашпаса да, оны көрген адамдармен жүздесіп, ел аузында сақталған аңыз әңгімелерді, қызықты деректерді өңін бұзбай жазып алған. Қазақ зиялыларда осымыз зерттеген солардың ең басында тұрғандар, мысалы, Сәбит Мұқанов, Сәкен Сейфуллин 31 жылы жаңағы кітап жазады, батырлар туралы. Бұл батырлар несінде осы Жанқожа туралы үлкен әңгіме етеді. Бұдан кейінгі кезеңдерде Шалабаев, біздің профессор, Садырбаев, Тілепов, Қасқабасов, одан кейінгі мысалы айтайық Сәкенов, тағыста осы сияқты біздің зерттеушілер осы туралы іргелі зерттеулер жазды. Автор орыс әскерінің райымды жаулап алған кезінде Жанқожа батырдың ел арасында беделі қандай болғаны жайында, орыс басшыларының оны өз мақсаттарына қалай ептілікпен пайдалана білгендігіне тоқталып өтеді. Бұл қозғалыс, бұл күрес қазақ халқының рухын көтерді. Міне қандай жау болмасын, қандай отаршыл мемлекет болмасын, оған қарсы тұруға болатындығын, оның әлгі жаулаушылық, отарлау саясатын шектеуге болатындығын, кедергі жасауға болатындығын, отарлаушы елдің саясатын әшкерлеп, әлсіретіп, ол елдердің өзінде де мысалы дәл сол кезде болмаса да кейіннен саяси, әлеуметтік, экономикалық дағдарыстар тууына себепкі болған осы ұлт-азаттық көтерілістерді айтып кету керек. Түптеп келгенде халық наразылығын бір арнаға бағыштауда Жанқожаның сіңірген еңбегі зор. 80-нен асқан қарт батыр бодандыққа айналар елінің ертеңі үшін жасы келсе де қайратына мініп, патша үкіметінің отаршылдық саясатына қарсы көтерілісті басқарды. Жанқожа батырдың барлық мақсаты мен арманы елінің тәуелсіздігін, жерінің тұтастығын сақтап, бабалардан қалған байтақ даланың барша байлығын келер ұрпаққа аманаттау болатын. Бабалар сөзінің 2 томында осы Жанқожа туралы 61 томға түгел Жанқожа батыр туралы жырлардан тұрады. Том негізі 6 варианты енді Жанқожа туралы. Одан басқа 87 томда осы Жанқожа батырға байланысты аңыз әңгімелер кірді. Сол кезде оның ерлігін, оның істеген халық үшін істеген еңбегін көрсететін ірі таңдаулы деген аңыздар осының. Батырлар заманасында қиядан қиқу төгілсе, аттың басын тартпаған, қисапсыз жау көрінсе, түршігіп беті қайтпаған деп, бұхар жырау жырлағандай, Сырым, Исатай, Жанқожа секілді батырлар легі ұлтымыздың төл болмысын, жеріміздің тұтастығын сақтап қалды. Ал қазіргі еркін елдің жастары осы батыр бабаларымыздың ұлтжандылық, отан сүйгіштік, әділеттілік, толеранттық, мәмілегершілік, патриоттық қасиеттерін үлгі тұтып, жасампаздық пен бейбітшілік ұстанымдары негізінде ірге тасын қалаған еліміздің өсіп өркендеуіне және кемелденуіне өздерінің интеллектуалды әлеуеті, ақыл парасаты мен қыран құстың қанатындай күш қуатын аянбай жұмсауы тиіс.